Бірінші мені осы терме әлеміне енді алып келген Монғолия қазақтарының ішінде мықты танымал ақын осы керей қазақтарынан шыққан. Байт Қабанұлының сөзіне жазылған анау шетел қазақтары деген бір ән бар. Сол өлең арқылы танылғанмын. Онан кейін әкемнің айтқан ақыл деген термесі болды. Көп анама деген термелер болды. Солар арқылы танылдым. Негізі шетел қазақтары әні деген бір жақсы дүние болған, соны орындап осы халыққа жеткіздім деп айта аламын негізі. Қазір соны орындайсыз? Қазір орындап берейін деп тұрмын қазір. Жақсы, жарайды. Жалғанның жалқысымын, құрбанымын, тағдырдың талқысымын. Тоз-тоз болып тараған аз қазақтың бір шетімен бөлінген жартысымын. Тоз-тоз болып тараған аз қазақтың бір шетімін бөлінген жартысымын. Бастан талай өткіздік сағым көшті, көшіп жүріп малымда бағымды өстей. Сонда дағы өрт қылып өзегімді сафран боп төгілген зарым кесті. Сонда дағы өрт қылып өзегімді сафран боп төгілген зарым кесті. Бақытсызбын демеймін, көрексізбін, кіселінде жүрсем де еріктімін. Бақыттымын демеймін күннен күнге, бара жатыр әлсіреп беріктілік. Бақыттымын демеймін күннен күнге, бара жатыр әлсіреп беріктілік. Кемшіліктің қайтейін кейіптенін, келешектің ойланып кейіптерін. Ата жұртқа көшімді бұрар едім, бес атамның қимаймын бейіттерін. Ата жұртқа көшімді бұрар едім, бес атамның қимаймын бейіттерін. Бәрін айтып қайғымның ағыламын, тағдырым-ай сызылған бағынамын. Сонау алыс арқа
бар ата жұрт бар, сағынамын, мен соны сағынамын. Сонау алыс арқа бар ата жұрт бар, сағынамын, мен соны сағынамын.